Сәлем достар, біз бүгін Инстаграмда, ТикТокта хит болып жатқан тары чизкейкті сіздермен бірге жасайтын боламыз. Ал ендеше кеттік. Ең алдымен тарыны бөктіреміз, яғни жуылған таза тарыға ыстық сүтті құйып, бетін жауып қоямыз. Описание бөлімінде чизкейкке қажетті ингредиенттердің барлығы жазылған. Печеньені блендерден жақсылап өткізіп аламыз. Оған қант қосамыз. Майды газда жақсылап тұрып ертіп аламыз. Құрғақ массаға шетінен құямыз. Және де вилкамен немесе лопаткамен араластырамыз. Майдың барлығын сразу құйып тастамаңыздар, өйткені барлық май кетпеуі мүмкін. Менде диаметрі 24 формасы. Осы формаға массамызды салып, қолмен, лопаткамен қалай сіздерге ыңғайлы, солай жабыстырып, бортиктарын жасап, форманы холодильникке салып қоямыз. Енді біз құйылмалы массамызды жасаймыз. Ол үшін бізге творожный сыр, сливки, қант, жұмыртқа және де бөктірілген тары керек. Барлығын миксердің чашасына салып, біркелкі етіп араластырамыз. Яғни взбивать етіп, крем жасап, ондай жасаудың қажеті жоқ. Тек қана однородный, біркелкі, комоксыз масса болу керек. Миксерді тоқтатып, лопаткамен жинап, енді бөктірілген тарымызды артық сүтін сығып тастап қосамыз. Сөйтіп жай ғана лопаткамен араластырып шығамыз. Тары бір жерде үйіліп, жаңағыдай комок болып қалмау керек. Яғни тары бүкіл массаға тарап, барлық жерінде біркелкі болу керек. Енді холодильниктен бағанағы формамызды шығарып, осы массаны ішіне саламыз. Лопатканың көмегімен түзулеп, біркелкі қылып тегістеп шығамыз. Ең соңында бетін кәдімгі үлкен столовый ложкамен түзулеп шықсаңыздар болады. Қызып тұрған пешке 100 градуста 1,5 сағатқа жібереміз. Чизкейгіміз дайын болды. Негізінде чизкейкті пісірген соң жақсылап тұрып 4-5 сағат суытып, содан кейін формадан шығарып кессеңіздер өте ыңғайлы болады. Яғни шашылмай әдемі кесілетін болады. Менімен бірге болғандарыңызға көп рахмет. Барлық сұрақтарыңызға комментарий бөлімінде жауап беремін. Маған тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Тоғжан.